Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын тефтели сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажет ингредиенттерді видеодағыдай етіп турап аламыз. Қызып тұрған қазанға майымызды құйып, қызғаннан кейін ұсақтап туралған пиязды салып, қызартып қуырып аламыз. Бір ас қасық қызанақ пастасын салып, тағы да қызартып қуырып аламыз. Сәбізді салып, тағы да қозғап, қызартып қуырып аламыз. Онан соң ұсақтап туралған сарымсақ немесе сарымсақ өткізгіштен өткізсеңіздер де болады. Картобымызды салып, соңынан осылай жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және де дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Соңынан суымызды құйып, онан соң қатты отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін видеодағыдай етіп, біздің сорпамыздың көбігін алып тастаймыз. Онан соң жарты сағаттай баяу отта сорпамызды тағы да қайнатамыз. Сорпамыз қайнап жатқанда тефтелиді дайындап аламыз. Алдымен фаршқа ұсақтап туралған пияз, жуылған таза күріш, дәміне қарай тұз, бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңызша паприка, дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Соңынан петрушкамызды майдалап турап салып, видеодағыдай етіп дөңгелектеп аламыз. Қыздар арасында қолдарыңызды осылай суға батырып тұрыңыздар. Себебі осылай суға батырып істесек, тефтелиларымыз қолға жабыспай, өте әдемі болып дөңгелектенеді. Мендегі тефтелилар осындай үлкендеу болып шықты. Өз қалауларыңызша тефтелидің көлемін кішірейтіп дөңгелектесеңіздер де болады. Қайнап тұрған сорпамызға салып, қайнағаннан кейін тағы да баяу отта шамамен 20 минутта пісіріп аламыз. Өз қалауларыңызша лавр жапырағын қоссаңыздар да болады. Біздің тефтелиларымыз дайын, өте дәмді керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.